кедендік құны 75 миллион теңгеден асатын жеңіл автомобильдерге 10% мөлшерінде акцизді енгізу дейді. Бұл тұтыну мәселелері. Ал табатын экономикаға үшін, шын айтсақ, бұл шешімдер, бұл ұсыныстар тіпті экономикамызға керісінше әсер беруі мүмкін. Қандай? Олар енді өз елімізде қымбат заттар алмайды, қымбат үйлер салмайды, құрылысшыларымызды құрылыс компаниялар жұмыссыз қалады, ал қымбат үйлерді шетелде салатын болады, қымбат машиналарды шетелде алатын болады. Біз бұл шешімнің әсері қандай екенін әлі зерттеуіміз керек. Ал олар табатын табысына, осы компаниялар табатын табысына ешқандай бұл жерде қосымша салық ұсынған жоқ. Айтып отырмын тағы да, банктерге 5%-ке ғана осы корпоративті табыс салығын 5%-ке көбейтсе үлкен айқай-шу басталып кетті. Ұлттық банктен бастап. Олар бұл жерде мемлекеттік мүддесін емес, жеке банктердің мүддесін қорғауға кірісті. Ал мына мұнайшылар болсын, өзіміздің мына жер қойнауын пайдаланатын компаниялар болсын, олар не ғой, айтпақшы, 2022 жылы біз конституциямыздың жаңа редакциясын қабылдадық. Сонда жер және жер қойнауының иесі Қазақстан халқы деп бабын қабылдадық. Ал осы жер қойнауының табушы, пайдасын көруші қазір халық емес. Осы шетелге шикізатын шығаратын компаниялар, олар үстіне ешқандай салық көбейткен жоқ. Біз сонда неге ашық айтпаймыз? Неліктен біз тағы да айтып отырмын, шағын бизнеспен айналысатын, өз-өзімен немен күнкөріспен қамтитын азаматтарға салықты көбейтіп отырмыз. Біз мысалы қазір ғана сіз көрсетіңіз ғой, бизнеспен айналысатын шағын және орта бизнестің саны көбейіп жатыр. Бұл мен сізге айтайын, бұл жалған ақпарат. Себебі қазіргі кезде біздің кәсіпкерлердің көбісі мына қосымша салыққа түспеу үшін бір компания емес, бірнеше компанияны ашуға мәжбүр болып отыр. Яғни шын табатын табысты бұлай жасырын түрде көрсетпеуге тырысып отыр. Себебі біздің салық саясаты соған өзі итермелеп жатыр. Ал біз, сіз қазір жүргізіп отырсыз, көрермендерден сұрақ қойып, көбісі табатын табыстан салық төлеу керек деп қолдап отыр бұл пікір. Өте дұрыс, бірақ сонда да осы салық жүктемесі әділетті болу керек. Яғни біздің шикізатымыздан табатын. Қайтадан банкке келіп отырмын. Неліктен? Себебі бүкіл экономикамыз, кез келген кәсіпкер несие алған кезінде миға сыймайтын процентпен осы несиені төлеп отыр ғой. Кез келген семья, тек кәсіпкерлер ғана емес, кез келген отбасы ипотека алған кезде, бір заттар алған кезде, азық-түлік алған кезде де, олардың бағасында да сол банктердің несиенің бағалары, несиенің проценттері бар ғой. Бүкіл еліміз, бүкіл экономикамыз сол банктерге төлеп жүр. Ал банктерге осы салықты біз көбейтуді қорқып отырмыз. Ал сіздің ойыңызша енді сол пайыздық мөлшерлеме қаншаға дейін көтерілу керек? Меніңше олар қазір корпоративтік табыс салығы қазір 20%, жалпы орташа. Ал олар қосымша құн салық төлемінен кейін 12%, сол 12% соған қосу керек. Яғни олардың осы корпоративтік табыс салығы кемінде 30% болу керек. 25 емес, қазір жоба даярлаушылар 25 ұсынып отыр, сонда да банктер қарсы шығуда. Ал негізі ең аз ол 30% болу керек деп білемін. Бұл жағдайда банктердің халыққа салып отыратын пайыздық мөлшерлемесі көтеріліп кетпей ме? Бұл мәселе ұлттық банкіміздің саясатына байланысты. Қазіргі кезде ұлттық банкіміз базалық мөлшерлемесін қайта көтеріп отыр. Ол қазір кезде қанша 17-16%, сол үшін банктер беретін несиенің бағасы 20%-тен аса. Ал біз қайта бұл мәселе көтеріп отырмыз ғой. Негізде ұлттық банк бұл шешім қабылдаған кезде олар инфляцияға қарсы шешім қабылдаймыз деп жатыр. Ақтап отыр өз істегенді. Олар бір нәрсені түсінбей жатыр. Егер мысалы отандық өндірушілер 20%-пен несие алғаннан кейін олар өз шығаратын өнімге де бағасын көтеруге мәжбүр болады. Яғни олар керісінше инфляцияға қосымша әсер етуде. Бұл жерде ұлттық банктың саясатына да көп наразылық бар, шын айтсам, кәсіпкерлер.
Ләззат ханым, сіз қалай ойлайсыз? Азат мырза. Енді бұл жердегі жаңа көптеген банктердің беретін несиесі ұлттық банктен алатын, олардың керісінше екінші деңгейлі банктер ғой халыққа жаңағы несие беретін. Сонда жаңа Азат мырза айтып тұрғандай, шынымен де кез келген жарнама болсын, кез келген қымбаттау болсын, оның ең соңғы төлеуші қарапайым халық. Ол біздің жаңағы күнделікті ішіп жем тамағымыздан бастап киетін киіміміз, бала шағамызға алып беретін кітап, дәптерімізге дейін соған әсер етеді.